80% бул кыздар, эжекелер жана мамочкалар. Анан көпчүлүгүнүн мага берген суроосу бул Аида кантип арыктаса болот? Сен көп жарнамаларга чыгарып жүрөсүң го, айтчы дегендерге вот чыныгы это никакая не реклама, а души менден сиздерге болгон кеңеш. Мен 2 жыл мурун Кымчабел курсуна катышып, ошол жактан көнүгүүлөрдү үйрөнгөнмүн. Дал ошол көнүгүүлөр менен азыркы учурга чейин күнүнө бир 10-15 мүнөт убактымды гана коротуп, бирок өзүмдүн салмагымды бир калыпта кармап келем да. Өтө деле катуу толуп кетпейм жана өтө катуу арыктап кетпейм. Бирок эч кандай диета кармап жанымды кыйнабайм дегендей. Жада калса фитнеске барбайм да, эртең менен деле туруп чуркабайм. Демек, бул көнүгүүлөр эң мыкты вариант жана эң мыкты результатка жете турчу көнүгүүлөр. Ар бир адам албетте өзүнө ыңгайлуусун тандайт, бирок эң мыкты вариант бул Кымчабел курсунун көнүгүүлөрү. Менин жеке оюм. Сиз дагы арыктагыңыз келип, артык салмактан арылып, осанканы түздөп, фартык болгон ичтен арылып, жакшы, мыкты, идеалдуу фигурага жеткиңиз келип жүрөбү? Анда бул марафон сиз үчүн. Бул марафонго Кыргызстандагы өтө көп айым катышып, мыкты результаттарга жетип жүрүшөт. Сиздер мынакей ушул баракчадан көрө аласыздар. Жана ошондой эле эч кандай чөпсүз, зыянсыз, дарысыз, фитнессиз, эч кандай диетасыз эле үй шартында 10-15 мүнөттүк көнүгүү менен жакшы, идеалдуу фигурага 21 күндүн ичинде жетип, жана өзүңүздүн фигураңызды бир калыпта кармап жүрө аласыз. Негизи курстун баасы 7000 сом, бирок азыр мынакей ушул ссылка аркылуу өтүп жаза турган болсоңуздар, скидка менен болгону 990 сомго жазыла аласыздар. 990 сомго биз азыр кирип бир обед ичип коебуз да. Анын ордуна ушул марафонго катышып, 990 сомго өзүңүзгө керектүү маалыматтарды алыңыздар, өзүңүзгө керектүү көнүгүүлөрдү алыңыздар. Ал бул көнүгүүлөр өмүр бою сизге кызмат кылат. Ошол себептен жазылыңыздар, биз менен бирге арыктаңыздар. Всем привет! Теперь у меня все зубы на месте. Мы сегодня прокрутили циркониевые коронки. Вот. Скоро уже уберем мои брекеты. До этого мы должны еще убрать 8. Вот. Вообще классно, супер. Обращайтесь к моему стоматологу. Алейкум, баршаларыңызға қайырлы күн. Түнү мен ауырып шықтым. Ангина ісіп кеткен. Сәл мазам болмай, сонымен қазір енді тұрып, таңертең ұйықтадым, ошын айтқан кезде. Қазір тұрып, сонымен бір жерге бара жатырмын. Завтрагымды осылай ашып жатырмын енді. Витамин С, 2 пирожки. Солай. Ауа деген өте әдемі болып тұр екен. Қанша күннен бері күз болып кетіп еді. Бүгін әдемі жаз болып тұр. 5-ші триместр болғаннан кейін ба, ештеңе істегім келмейді екен, жата бергім келеді тек. Солай болады ғой, 1-ші триместрде токсикозды жүресің. Дым істегім келмейді. Үй жиналмай, бұғып, құсып, түшіп, короче. 2-ші триместрде кішкене тіріліп бастайсың. Ойбай, өзіңе қарап, жаңағы өмірге келгендей болып, кәдімгідей боянып. 3-ші триместрде қайтадан қопырап бастайсың. Үй жата бергің келеді. Түнгі ұйықтай алмайсың, былай жатасың, терлейсің, әйтеуір. Туалетке тұрасың. Босанғанша асығасың. Тезірек босансам ғой деп. Босанғаннан кейін кішкене жата тұрмадың ба дейміз. Енді ной жетіп жатқан жоқпын, просто миф айтып жатырмын да. Это факт. Уже бір жаққа шығуым келеді. Ешқайда бара алмай қалдым. Неге өйткені мен қазір саудамен айналысып жатырмын ғой. Большемерка киімдер сатып жатырмын. Тиктокта сатам, былай деген сияқты. Бұрындары айналыстым ғой негізі. Көп адамдар білет. Соны қайтадан қолға алсам ба деп ойлағам. Өйткені андай прям әдемі киімдер большемеркада жоқ та. Только 46-44-те, 42-лерде ғана болады да. Сол үшін сол. Ондай әдемі сырғалардан көп алып алғам өзіме. Білдім ғой. Білдіңіз. Атым бірінші оптарда мен екенім білінді.
Ане демаламай тұр ма? демаламай тұр. Мама! Бүйтіп күліп тұрамын да. Сол не жайлы конкурс жайлы өзіміздің білейік. Олай болды, ешқандай қиындық болған жоқ. Элементарный нәрселер мына ұтып кеткен. Ең қиын кезең қандай болды сіз үшін мысалы? Төрт кезең Байкал болды. деген кез қиын болды. Ең қиын кезең Ана деп үрледі ғой. Сол Алғашқы кезең. мен таңдаймын. бұл кісі еще сұраққа тез жауап берді өйтіп Интеллектуалды, иә. Қатты оқыған ғой географиядан берген Жанар апай. Байкалды біліп тұрмын ғой, мына сауатсыздар білмей тұр ғой соны. көрдіңіздер ма достар звезда новость Қалайсыздар? Айнұр, Жамбол. Жалпы сенбілік эфирді көрдіңіздер. Мен көрмей қалдым. Әлеуметтік желіден байқап қалған шығарсыз енді. Иә, ақботаны құттықтадым. Бірақ енді анандай. В общем, короче, көрмей қалдым. Қияр Жамбол, Ой, Қамыр жоқ, ондай Еле. істемеген. Мен шынайы өтірік айтып тұра қояйын. Я ондай жағынан. Мен если только сильно надо, тамақ істеймін. Если сильно не надо, тамақ істемеймін. Өтірік айтпай ақ қояйын. Мысалы, Жайғанды 4 бұрыштық дүкеннен барып ала саласыз. Иә, оны. Өзім істедім. Вот, молодец, green flag, вот. Иә, тем более. Демалыс қалай өтті? Өте жақсы, демалыс болғанда менде наоборот ол күндері жұмыс. Вот, сондықтан жұмыспен, бірақ әдемі өтті. Жұмыстарым ерте бітіп, өзіме ұнады. Қайырлы таң болған, обед болды ғой, осындай робот мойкаға келдім. Басында қорқатын едім, менде полный пленка ғой. Пленканы ашып жіберем екен деп. Вроде нормально ашпайды. Зато полный жуып, екі рет жуып береді, еще екі рет үрлеп береді полный.